Ассалаумағалейкум достар. Биржаға қатысты қазақша трейдинг атты видео топтамамның кезекті 11-ші бөліміне қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода теханализ туралы бір-екі кітап оқып алып, немесе интернет желісінен бір-екі индикаторлы стратегия тауып алып, өздерін күшті трейдер санап кететіндердің жиі жіберетін қателіктерінің топ 5-тігін атап өткім келеді. Қызық болады деп ойлаймын. Ал кеттік ендеше. Жиі жіберілетін қателіктердің топ 5-тігі. Біріншісі, шамадан тыс өзіне деген сенімділік. Бұл жоғарыда атап өткендей, теханализ туралы бір-екі кітапты оқып алып, немесе интернет желісінен бір-екі индикаторлы стратегия тауып алып, өздерін мен нарықтағы жағдайды білем, әрі түсінем дейтін трейдерларға қатысты. Сенімділіктері соншалықты, нарықта саудаға тәуекелге өз қаражатын сала отырып, соның өзінде бұл мәселеде көп немқұрайлылық танытып жатады. Трейдер болу жеңіл ақша табудың жолы емес. Бірінші кезекте ол мамандық екенін түсінейік достар. Екінші қателік – сауда жүйесінің болмауы. Ол сауда жасау кезінде жасаған өз іс-әрекеттерінің неден әрі қалай пайда болғанын түсіндіре алмауы. Өз қатесін өзі көрмей, нәтижесінде шығынға ұшырай бастайды. Көп жағдайда жаңадан келген трейдерлер сауда жүйесін нарыққа анализ жасау ұғымымен шатыстырады. Бұл мүлдем екі бөлек нәрсе екенін түсіну керек. Анализ жасау бұл нарықтың одан ары қозғалысын болжау болса, ал сауда жүйесі дегеніміз белгілі бір нарықтық жағдайға алдын ала реттелген іс-қимылдарды орындау болып табылады. Бірінші жағдайда нарықты зерттеу кезінде бәрін ой елегінен өткізіп, табыс әкелетіндей сауда жүйесі құрылады. Екінші жағдайда алдын ала реттелген алгоритм бойынша жұмыс жасау керек. Бұл жерде ойланудың қажеті жоқ. Тек сауда жүйесіндегі ережелер бұзылмай рет-ретімен орындалса болғаны. Үшінші қателік – ашкөздік, үміт және қорқыныш. Эмоцияларға бой алдыру трейдердің басты жауы, және ашкөздік солардың бірі. Ашкөздік трейдерге тиімді мәмілені қажет кезінде жаппай ұстап отыруға итермелейді. Нәтижесінде табысты мәмілелерді дер кезінде жаппай, одан да айырылып, шығындары өседі. Көп трейдерлер ашылған мәмілелері теріс бағытқа бұрыла бастаған жағдайда өз сауда жүйелерін ұстанудың орнына эмоцияларын қосады. Өздерінің субъективті болжамдарына назар аудара шешім қабылдай бастайды. Мұндай жағдайларда сабырлық пен салқынқандылық танытқан дұрыс. Төртінші, жіберілген шығындарын мұнда және қазір өтеуге деген ұмтылыс. Тәртіп пен нақты сауда жоспары болмаған жағдайда көп трейдерлер шығынды мәміледен кейін бірден сол шығынның орнын қайтару мақсатында қарама-қарсы бағытта позициялар аша бастайды. Мұндай әрекеттер іс жүзінде барлық сауда жүргізу ережелерін бұзады. Соның салдарынан шығындары өсіп, трейдер эмоцияның күшімен барлық депозитінен айырылады. Алдағы уақытта мұндай қателіктер жібермес үшін кез келген жұмыста мақсат қою және оларды орындауға ұмтылу өте маңызды. Ол үшін өзіңіздің әлсіз және күшті жақтарыңызды анықтауға және әр саудадан түскен кірісті бақылауда ұстап, оны көбейту үшін сауда жүйесі мен сауда журналын жүргізген дұрыс болады. Бесінші қателік – тым үлкен сауда көлемдерін пайдалану. Мәмілеге үлкен көлеммен кіретін болса, депозит тіпті кішкентай қозғалыстарды шыдай алмауы мүмкін. Ұзақ уақытта айтпағанда, депозиттегі сома мөлшері брокердің маржалық талаптарын қанағаттандыра алмай жатса, барлық ашық позициялар мәжбүрлі түрде үлкен шығынмен жабыла бастайды. Сондықтан, әр сауда мәмілесінің табыс пен шығын, яғни залал мөлшері алдын ала белгіленген, кемінде 3/1 болуы керек. Бұл жерде табыс мөлшері нарықтағы жағдайдың потенциалына қарай өсу тәртібінде өзгеріп тұра алады. Ал шығын мөлшері өзгеріссіз, үнемі депозиттің 2%-нан аспауы шарт. Мұндағы депозиттің 2% дегенді шатастырмай дұрыс түсінейік. Пайыз мөлшері өзгеріссіз, ал соммасы депозиттің көбеюіне не азаюына қарай өзгеріп тұра алады. Мысалға, депозитіңізде $1000 бар делік. Оның 2%-і $20. Біраз сауда жасағаннан кейін депозитіңіз $200-ға өсті делік. Сондағы депозитіңізде барлығы $1200 болады. Ал $1200-ның 2%-і $24. Демек, келесі мәміледе шығын мөлшері депозиттің 2% болып қала береді. Бірақ соммасы $20-дан $24-ға өседі. Егер де керісінше, біраз саудадан кейін депозитіңіз $200-ға азайса, онда шығын мөлшері депозиттің 2%, яғни $16-ға азаяды. Бүгінге достар осы. Берілген ақпарат пайдалы болды деп ойлаймын. Видео ұнап жатса лайк басып, каналға тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп, достарыңызбен бөлісіп отырыңыздар. Сұрақтарыңыз болса төменде жазсаңыздар болады. Міндетті түрде жауап беремін. Табысты болайық, қош сау болыңыздар.